Неге арықтамай тұр? Сол айтып түсіндіріңізші, анықтау керек деп. Тамақ бермей қойсаңшы. Врач, әжесі мен атасы бар да үйде. Болмайды осылай. Енді мен айтсам, міне врачтан өзі естісін. Қаншалықты ол екен. Ұрсайын ба? Шоңқысы бәлше көрінеді. Өзі жасап маған қайттан кір. Сөйлесем жақсы ма? Сенен тамақ қызғанбайды ғой мамаң, зиян болғаннан бермейді ғой. Футболға да беріп жатыр, бассейнға да беріп жатыр. Уже результат жоқ. Футболдан шығады да тәтті жейді, конечно, семіреді ол. Артық салмақ зиян, не только писюнчигің, қазір писюнчигің барлығы іште тұр, барлығы. Оны операция жасап шығарды дәрігерлер. Қайтадан сен салмақ қосып алдың, ата-апаңды тыңдап, маманы тыңдамай. Осы мен папасымен әжелерін тыңдамай жасаттырдым операция. Иә, дұрыс деді. Уақытымен жасау керек. Дұрыс. Болашақта өзіне қиын болады деп. Олар қарсы болды. Сіздікі дұрыс. Енді әлі шықпай тұр да, енді папасы мен әжесі маған ренжитінін көрдің бе? Папасы мен әжесінікі артық салмақтан шықпай тұр. Солардікі дұрыс емес, потому что олар тәтті немерем деп тәттіні береді, майлы тамақ жейді, артық салмағы көзге көрініп тұр. Операциясы идеальный жасалған, мүшесі алдыға қарай шығарып четко жасап қойған. Жақсы жасалған, кім жасаса да четко жасап берген. Мүше деген қасаға сүйекке бекіп тұрады. Ол алдыға қарай максимально шығарып қойды болды. Ол ұзын емес ол. Онғы өзінің жасына сәйкес келетін өзінің писюнчигі бар. Бірақ оны қарны жауып тұр. Пақы болысы жир бар. Алдыға қарай жылжып, енді мүшесінің басы ғана көрініп тұр. Ол операциядан емес, операция идеально жасалған артық салмақтан.